Сәлем қыздар, бүгін сырдан жасалатын шариктер жасаймыз. Сырты хрустящий, іші осындай жұмсақ созылмалы болып тұрады. Өте дәмді. Видеоны ақырына дейін көріп алып, жасап көрсеңіздер болады. Алдымен осылай керек заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Сырымызды осылай майда теркіден өткізіп алып, 2 жұмыртқаның ағын ажыратып аламыз. Шым-шым тұзымызды сеуіп, миксермен кішкене миксерлеп аламыз. Мінекей қыздар, осылай ақ көбік болғанша миксерлеп алдық. Енді осының үстіне ұнымызды салып араластырамыз. Мінекей қыздар, ұнымызды араластырғаннан кейін оның үстіне үккіштен өткізілген осындай сырымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей қыздар, біздің массамыз осындай қою масса болады. Мінекей қыздар, енді осы дайын сырымызды алақанымызды кішкене сулап алып, осылай шариктерді дайындаймыз. Осылай жаңа дайын тұрған сухаримызға осылай домалантып алып, тарелкамызға салып, осылай барлық сырды осылай дайындап аламыз. Мінекей қыздар, менің шариктерім дайын. Енді ыдысымызға май құйып, отқа қойып қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға осылай шариктерімізді 3-4-ден салып, араластырып, жақын салсаңыздар бір-біріне жабысып қалады, араларын алыс-алыс салу керек екен. Осылай сырты қызарғанша қуырып, жаңағы ыдысымызға салып, үстіне салфетканы төсеп, барлығын осылай қуырып салып аламыз. Мінекей қыздар, мен барлық шариктерді қуырып алдым. Қыздар, видеоларым ұнаса, каналыма подписки дегенді басып, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер.